Пір деген өте қасиетті сөз. Пірлік деп белгілі бір саланың маманы болғанда да жетілген адамын атайды. Пірлік кереметте ілім иесі болса, қарамағындағы халайыққа тәлім-тәрбие беретіндей, жол көрсететіндей, ауру сырқауы, жолдан адасқаны, басына әлде қалай ауырлық түскені, жаны күйзелгенде қолтығынан алатындай дәрежелі адамы болған. Қазақтың төрт түлігінің пірі, иесі, киесі болған адамдар сол саланың маманы болған адамдар деп түсінуіміз керек. Қазақы ұғымда жылқының пірін қамбар ата деп атайды. Қамбар ата туралы халық арасында әртүрлі дерек бар. Аңыздарда қамбар ата есімі Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәләм пайғамбардың күйеу баласы Әзіреті Әлінің атбегі болған Ганбар есімді тарихи тұлғамен байланыстырылады. Біреулер Қамбар батыр жырының кейіпкері Қамбар батырды атайды. Бірақ Қамбар батыр қалмақпен соғысты дейді. Олай болса, Қамбар батыр 16-17 ғасырда өмір сүрген болып шығады. Мүмкін қазақ халқы түркілер қауымынан бөлініп, хандық шаңырағын көтерген сәттен жылқы малының пірін Қамбар ата деп мойындау басталған шығар. Себебі егер Қамбар ата жылқының бірі болып түркілер дәуірінде қолданған болса, түркі тектес халықтарда осылай деп қабылдаған болар еді. Олай болса, Қамбар батырдың жылқының бірі болуға толық құқы бар. Сайын далада ұшқан құспен даланың бөкені, киігімен жарысып өскен халық үшін атқа мініп жауға шапқан адамнан артық керемет болған емес. Сондықтан халық атқа мініп елін жаудан қорғаған ерін, желін жағына пана болған азаматын, ас ауқатына себепші болып, қарнын тойғызған әкесін пір тұтуы көңілге қонымды ғана емес, қолайлы жағдай. Ойсыл қара деп жүрген Увайс ибн Қарани шын мәнінде өмірде болған адам. Ертедегі Яман, қазіргі Ирактың маңында пайғамбар дәуірінде, яғни 7 ғасырда өмір сүрген, өмірін түйе бағумен өткізген. Тағадат, ғибадатпен әулиелік дәрежеге жеткен. Пайғамбардың саллаллаху алейхи уәссәләм жіберген қырқасын, яғни шекпенін, егер Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәләм барлық үмметінің күнәсін кешпесе, мына сауғаны кимеймін деп Алладан өтініш ететіндей дәрежеге жеткен деп жазады әулиелер тарихы атты кітапта 13 ғасырда өмір сүрген ғалым Ат-Тор. Ойсыл қара Увайс Қарани жайында түркілер арасында аңыз әңгімелерде өмірін түйе бағумен өткізген деген. Демек, түйенің жайын білетін, түйе өсірген, түйенің маманы, қазақшалап айтсақ, түйенің пірі болып кеткен. Ал Уикипедиядан алынған мәлімет бойынша, Уайс әл-Қарани Шап шаһарына қарасты Қаран ауылында 7 ғасырда өмір сүрген. Ол әулиелік кереметімен Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәләм пайғамбарымыздың дүниеге келетінін алдын ала сезген. Ол Қаран елінің түйесін бағып, өзінің кәсіпке адалдығымен, тақуалығымен, қанағатшылдығымен көпке үлгі болған. Шешесінің рұқсатын алып, пайғамбарды көруге Мединеге келген. Уайс Қаранидің әулиелігін ыстық ілтипатпен ерекше рухани байланыс арқылы сезінген Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәләм пайғамбарымыз оған деген құрметінің белгісі және оның рухани дәрежесінің айғағы ретінде сахабалары арқылы өз шапанын сыйлаған. Науқас шешесіне қарайлаған Уайс Қарани пайғамбардың көзі тірісінде жүздесе алмайды. Сондықтан ол табиғиндердің ұлығы болып саналады. Түркі ислам дүниесінде дәстүрлі қазақ қоғамында да 4 түлік малмен байланысты әрбір кәсіптің келелігін, абыройлылығын әйгілеп, ол кәсіптің әрқайсысының бастауында рухани ұстаз, қасиетті пір тұрғандығына сенген. Сондықтан ол кәсіпке адалдықты насихаттап, сол кәсіптің иесі пірден қолдау, желеп-жебеу тілеген. Сиырдың пірі Зеңгі баба. Зеңгі баба, яғни Айхожа,
бұл да нақты өмірде болған адам. Зеңгі баба Тәжі Қожа, Әбдімәлік ата, Шайх Мансұр, Арыслан баб болып қосылатын шәуілдерде жатқан атақты Арыслан бабтың ұрпағы. Қожалар шежіресінің бір білермені Жандарбектің айтуынша, Арыслан баб қарахандық әулеттен болуы керек. Халық ауыз әдебиетінде Зеңгі баба өмірін сиыр бағумен өткізген, сопылық ілімнің жетекші ғалымдарының бірі. Түркілер арасында пірі болған Сайд ата, Садыр ата, Бадыр ата, Ұзын Хасан ата атты ұлықтардың пірі болған адам. Мазары Ташкент қаласының түбінде, Өзбекстанда Зеңгі баба атында аудан бар. Жоғарыдағы Ойсылқара секілді бұл бабамызда сиыр малының білермені, маманы, иесі, демек киесі болуы керек. Сиыр малының пірі Зеңгі баба туралы Абу Бәкір Диваев, Зеңгі атаның шын есімі Әмин баба еді. Өте қара кісі еді, қара нәсілді болғандықтан Зеңгі баба атанып кеткен. Әкесінің аты Төс Қожа, туған өлген жері Шаш, яғни Ташкент. Зеңгі ата Қожа Ахмет Яссауидің 5-ші мұрагері, мүриді болғанын айтады. Зеңгі бабаға Өзбекстанның Янгюл ауданының жерінде ертеректе ескерткіш орнатылған. Бұл дерек Жұлдыз журналының 1986 жылғы бір санында жазылған. Шопан ата қой түлігі мен шопанның бірі. Зерттеушілердің пікірінше шамамен 13-14 ғасырларда өмір сүрген және Қожа Ахмет Яссауи тариқатының басшыларының бірі болған. Жалпы ислам дүниесінде әрбір кәсіптің киелілігін, абыройлығын әйгілеп, ол кәсіптердің бастауында тұрған рухани ұстаз қасиетті бірге құрмет көрсету дәстүрі бар. Сондай-ақ дәстүрлі қазақ мұсылмандығында да қазақтың ата кәсібі малшылыққа байланысты бір тұтылатын қасиетті есімдер бар. Олардың бірі Шопан ата. Ол Яссауи тариқаты дәстүрінің ұстазы ретінде тарихи тұлға болса да, халық жадында шопандық кәсіптің пірі ретінде аңыздық тұлға болып сақталды. Халық арасында Шопан ата туралы аңыз әңгімелер көптеп таралып, қой түлігінің қасиеттерін дәріптеген және сол кәсіптің иесі бірден қолдау, желеу, жебеу тілеп, мұсылмандық дәстүрмен рухани жалғастыққа ұмтылған. Шопан ата деген бір қасиетті адамның мазары Маңғыстауда бар. Қазірше Шопан ата аз зерттелген. Халық Шопан атаны қойдың пірі дейді. Бірақ бұл шын мәнінде Маңғыстауда жатқан Шопан атамыз ба, болмаса басқа Шопан ата бар ма, ол жағы нақты зерттеуді қажет етеді. Ешкінің пірі Сексек ата деп жатады халық. Оңтүстік Қазақстан Сарыағаш ауданының көлемінде Сөк-Сөк ата деген бір халық көп баратын жер бар. Шежірелік дерек бойынша Сөк-Сөк ата Қазығұрт тауының бір сілемі Қаржан тауының бауырындағы Тұрбат деген жерге жерленген Исмайыл атаның баласы. Шын мәнінде Сексек атаның қай жерде екені белгісіз. Ертеде Өзбекстанның көлеміндегі 80 ата деген жайды Сексек ата екен деген сөз болатын, бірақ бұл сөз соңғы кезде айтылып жүрген жоқ. Жоғарыда атап өткен 4 түліктің пірлерінің ішінде анық Зеңгі ата Қожа тұқымнан. Маңғыстаудағы Шопан ата Қожа тұқымы, бірақ қойдың пірі осы Шопан ата деп нақты айта алмаймыз. Ислам діні келмей тұрып та, бұл жерде халық өмір сүрген, олардың өз арасынан шыққан қасиетті әзіздері болған. Кез келген мәдениет діннің ықпалында дамиды. Халықтың мәдени өміріндегі барлық тұрмыстық рәсімдер мен қолданбалы іс-әрекеттері де осы халықтың тұтынған дінінің талаптарына бейімделеді. Сондықтан 13 ғасырдан артық түркілер арасында қызмет етіп келе жатқан ислам діні де халықтың санасына сіңіп, өшпейтін із қалдырған.